Мен 3-ші сынып оқушысы Ғабдужапар Анжу. Мен бос уақытымда кітап оқығанды қатты ұнатамын. Ертегілерді, аңыз әңгімелерді ұнатамын. Қазіргі уақытта Тасбақа мен Бүркіт туралы ертегіні оқып жатырмын. Сіздерге қазір сол ертегіден үзіндісін оқып берейін. Ертеде шағын бір көлдің жағасында Тасбақа өмір сүріпті. Бірде ол күнге қыздырынып жатып, шіркін-ай, ұша алсам ғой деп армандайды. Арманына берілгені сондай, оның көңілі құлазып, басқа ештеңеге зауқы соқпай қалады. Күнге қыздырынып болған соң, көл жағасымен өз үйіне ақырындап аяндайды. Бір кезде қасына қара үйрек келіп, неге көңілсіз екенін сұрайды. Мен сіздерге жаңа ертегі кітабынан үзіндісін оқып бердім, ал енді кішкене мазмұнын айтып жіберейін. Тасбақа көл жағасында жүріп келе жатып, мен аспанда қалықтап шалсам ғой деп армандайды. Сол кезде Бүркіт келіп, неге көңілсіз екенін сұрайды. Ол бүйтіп жауап береді: мен аспанда қалықтап ұшқым келеді деп армандауын айтып береді. Мен енді осылай сыныптастарыма бос уақытын өткізбей, көп кітап оқысын деп айтқым келеді. Сонда біздің тіл байлығымыз дамиды, сөз қорымыз дамиды.